Қазақ-фин қатынасының жаңа кезеңі басталды. Қасым-Жомарт Тоқаев Александр Ступтың сапарына осындай баға берді. Екі тарапта байланысты бекемдеуге бейіл, оны президенттер ресми растады. Демек, табысты серіктестік одан әрі тереңдей түседі. Қос ел бірқатар уағдаластыққа қол жеткізіп, 15 құжатқа қол қойды. Келісімдер ядролық энергия, су ресурстарын басқару, экология, туризм және жасыл технологияларды дамыту сияқты бағыттарды қамтиды. Бұл жөнінде саяси сарапшы Жандар Асаннан білеміз. Тікелей байланысқа қоссақ, қайырлы таң, Жандар мырза. Қайырлы таң. Финляндия Қазақстанның солтүстік Еуропа мен Еуропа одағындағы басты сауда серіктесі саналады. Қос ел енді осы серіктестікті кеңейту үшін басты қандай шараларды қолға алып жатыр және қолға алу қажет деп ойлайсыз? Сауалыңыз орынды. Жалпы Финляндия осы соңғы жылдары жоғарғы технологиялар, жасыл энергетика, білім және экологиялық саясатта әлемдегі алдыңғы қатарлы мемлекеттердің бірі де бірегейі болып саналады. Сондықтан Қазақстан мен Финляндия арасындағы серіктестікті кеңейту үшін менің ойымша мынадай келесідей бір шарттарды қабылдаған абзал. Біріншіден ол жасыл экономика бағытында, жаңартылған энергия көздері, экологиялық технологиялар саласында бірлескен зертханалар және де бірлескен ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу. Бұл тарапта біздің жоғары оқу орындары мен финляндиялық финдік ғылыми зерттеу мекемелерімен өзара меморандумдар жасасып, осы бағытта жас ғалымдардың жоғары оқу орындары қызметкерлердің арасында жаңа бір жүйелі жобаларды қолға алынған абзал деп санаймын. Бұл турасында осы күні кеше ғана Ақордада өткен келіссөздер барысында арнайы бір меморандумдарға қол қойылды. Яғни бұл тарапта жұмыстар жүйелі түрде жалғасын табады деген сенімдеміз. Екіншіден, фин технологиялары, агроөнеркәсіп, су ресурстарын тиімді пайдалану, қалдықтарды қайта өңдеу, соның ішінде тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу саласында және де ақылды, яғни смарт сити жобаларына енгізу біз үшін үлкен маңызға ие болып табылады. Бұл тарапта да финдік тәжірибе өте үлкен және қомақты. Біздің осы қазіргі таңда ақылды қала, әсіресе Алатау Сити сияқты қаланың жобасында осы финдік тәжірибені ескеру өте үлкен маңызға ие болып табылады. Ал енді үшіншіден, екі елдің технологиялық парктері мен технополистер арасында байланыс орнату. Бұл тарапта Назарбаев университеті және Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қаныш Сәтпаев атындағы ғылыми зерттеу ұлттық университеттерінің осы ғылыми әлеуеті бұған толыққанды мүмкіндік береді және алдағы уақытта осы финляндиялық ғылыми зерттеу мекемелері мен технологиялық парктер арасында бірлескен меморандумдар түзіп, осы бағытта жұмыстарды жүргізуге өте қолайлы. Жалпы осы тарапта тағы да бір айта кететін дүние, білім және кадрлар даярлау бағытындағы ынтымақтастықты жандандырған абзал. Яғни финдік білім беру тәжірибесі, ол өздеріңізге мәлім, әлемдегі ең үздік, ең жүйелі жоғары деңгейдегі білім беру жүйесі болып саналады. Осы тарапта қазақстандық және финдік ғалымдармен, жоғары оқу орындарының саласының менеджерлерімен, топ менеджерлерімен бірлесіп, оқу бағдарламаларын жаңарту, педагогтерді қайта даярлау және академиялық алмасу бағдарламаларын кеңейту үлкен назар аударған абзал. Және екі ел университеттер арасында постдипломды білім беру бағдарламаларын ашуда қазіргі күнде өзекті болып табылады. Тағы да бір айта кететін дүние, цифрландыру және инновациялық экономика саласында да Финляндияның тәжірибесін бізге әкеліп енгізу қазіргі таңда өзекті. Себебі біз өзіміз осы Қазақстан президентінің соңғы жолдауында цифрландыру және жасанды интеллект саласына үлкен маңыз беріліп отыр. Яғни цифрлық үкімет, киберқауіпсіздік, финтех және ақылды инфрақұрылым салаларында Финляндияның тәжірибесін қолдану, бірлескен IT инкубаторларды, жастарға арналған инновациялық байқаулар ұйымдастыруда қазіргі таңда басты назар аударатын мәселелер болып саналады. Жандар мырза, көлік логистиканы айтайық, енді осы саланы дамытуда Хельсинки және Хамина Котка секілді фин порттарымен ынтымақтастықты тереңдету қандай мүмкіндік береді? Қасым-Жомарт Кемелұлы өз сөзінде
Еуразияның қақ төрінде орналасқан Қазақстан шығыс пен батысты жалғастыратын үлкен бір стратегиялық аймақ екендігіне назар аударып, өз сөзінде атап өтті. Бұл бекер емес, себебі Еуропа мен Қытай арасындағы құрылық тасымалының 85% еліміздің аумағынан өтеді. Яғни бұл құрлықтағы қатынастың маңызды күретамыры саналады Қазақстанның көлік дәліздері. Осы ретте көлік логистикалық ынтымақтастық Қазақстан мен Финляндия арасындағы экономикалық байланыстардың негізгі бір маңызды бағыты екендігін атап өткен абзал. Жалпы осы Хельсинки және Хамина-Котка порттарымен серіктестік орнату, әріптестікті нығайту Қазақстанға геоэкономикалық және де сауда және көлік тұрғысынан бірқатар үлкен артықшылықтар береді. Атап өтер болсам, біріншіден бұл көлік дәліздерінің арқылы ынтымақтастық орнату бізге Қазақстанға Балтық теңізі арқылы Еуропа нарығына тікелей шығуға мүмкіндік береді. Яғни Фин порттары Балтық теңізі аймағындағы басты транзиттік хаб саналады. Яғни Қазақстан өз жүктерін солтүстік және батыс Еуропаға тікелей жеткізуге мүмкіндік береді. Бұдан бөлек бұл Қазақстанның Еуразия және Еуропа бағытындағы көлік дәлізін тікелей іске қосады. Бұдан бөлек осы Финляндиямен көлік логистикалық әріптестікті нығайту жаңа мультимодальдық маршруттарды дамытуға серпін береді. Яғни атап өтер болсақ, қазіргі біз темір жол, әуе көлігі және жол көлігі жүйесін біріктіретін мультимодалды бағыттар жасауға болады. Мысалы, Транскаспий, Қазақстан, Ресей, Финляндия, Балтық теңізі және де солтүстік Еуропа құрлығына осы көлік тізбегі арқылы бізге жаңа бір көлік логистикалық әлеуетімізді нығайтуға тың серпін беретіндігін атап өткен абзал. Яғни біздің осы Финляндиямен көлік логистикалық қатынасын ынтымақтастығымызды арттыру біздің солтүстік қақпа құруға, дәлізін құруға ықпалын тигізеді. Және бұдан бөлек біз осы көлік логистикалық жүйесін дамыту арқылы астық, металл, химия және де өзге де мұнай өнімдерін Финляндия порттары арқылы экспорттауға мүмкіндік туады. Түсінікті. Рахмет, Жандар мырза, толыққанда жауабыңызға. Құрметті көрермен, тікелей байланыста болған саяси сарапшы Жандар Асан.